жаңағы жаратушының қасындағы күн ханшайым арқылы маған жеткізіп тұрады. Қаратайға армысыз, есен аман бармысыз, қалайсыз, аман есенсіз ба? Өйткені бұны сіздің аккаунтыңыздан көшіріп отырдым да, сондықтан сізбен амандасып қойын дедім. Біріншіден, мен де аман есен, Құдайға шүкір. Енді мен сізге мынаны айтайын, бұл енді сандырақ, бірақ енді бізде айтады, адамның айтқан емес, жындың сандырағы келеді деген. Бұл енді кәдімгі психологиялық ауытқуы бар адамдар. Анау тағы ютубта канал бар, бірдеме бір аталар отырады ғой, бүйтіп арабша оқиды, сосын қолдарына жаңағындай аққулар шы, баяғы анау бір секта болатын еді, солар сияқты. Бұл да сол қазақи дүниетаным, тәңірші дін емес. Бұл 100% жындының аурудың сандырағы. Өйткені ол басқа тілде сөйледім. Репрессология деген ол это очень опасная тема. Әсіресе тета, это вот рептилоидные, кто в этой теме, Қаратайға мен жақсы түсінесіз, кто в этой теме рептилогии, вот эти масонские, вот эти всякие иллюминатские, это вот тета, бета, айтып отыр ғой, репрессология. Это очень опасная, ол адамның ұйықтатып қойып, гипнозға кіргізіп, адамның сана сезіммен ойнап, сенің бұрынғы өмірінде сендердің қандай хақыларың бар. Жанат бақыт, ол демек сол рептилоидтардың, сол жаңағыдай сектант масондардың соның бір өкілі, қазақша киіп алып, қазақша сөйлеп алып, енді жаңа осындай болады, типа олар енді түсінді ғой, қазақтың тәңіршілдік белен алып барып, исламның күлкіге айналып, тапталып, өзімен өзі жойылып жатқан. Енді мынандай сарынмен олар келтіріп жатыр да, сондықтан алданбаңдар, уланбаңдар. Жанат бақыт сізге өте ұят қазақ қызы ретінде, бірақ несіне айтам, хиджаб киіп алып та Айнұр Тұрсынбаева жүрді ғой, ұяттарын білмеймін, оларда бет бар ма жоқ па. Сізге де соны айтам, естейсіз ба естемейсіз ба білмеймін. Өте қазақ қыздар ұялсаңдаршы, қаяқтағы бір болмашы бір дүниетан, болмашы біреудің жасып кеткен, біреудің сысып кеткен, біреудің айтып кеткен бірдемелерін кеп қазақ ұлтқа сөйтіп айтып отқандарына мен енді миды ашытып азғыртып отқандарына кішкене Құдайдан қорықсаңдаршы ең бірінші. Ал халайық, біз қазақпыз, тәңір аруағына сыйынған, сондықтан кітап дегенге біз сенбейміз. Біздің сезетініміз өзіміз, айналамыздағы табиғат, сол.